Пайғамбарлардың қиссалары жайлы. Аллах тағала бізге өзінің қасиетті кітабында пайғамбарлар туралы көп оқиғаларды баян еткен. Олардың біразы толықтай, ал кейбірі ықшам әрі қысқа түрде әңгімеленеді. Аллах тағала Құранда пайғамбарлар қиссасын көп орында баяндауының себебін Мұхаммед, саған елшілердің хабарларын көңіліңді орнықтыру үшін баян етеміз. Осыдан саған ақиқат және мүміндер үшін бір насихат пен ғибрат келді деп түсіндірген. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен оған ілескен мүміндердің көңілін орнықтыруға, әрбір оқиғаны ақыл таразысына салып, сол әңгімелерден ғибрат алуларына, адамдар арасында талас тудырып келе жатқан тарихи қателіктерді көрсетуге, соларды түзетуге, адамдарға ақиқатты таныту мақсатына бағытталған. Сондай-ақ кейінгі буындағы мүміндерге насихат пен рухани жәдігер ретінде келтірілген. Аллах тағала әрине олардың, яғни пайғамбарлардың қиссаларында ақыл иелері үшін өнеге бар. Құран бір жасанды сөз емес, бірақ ол өзінен бұрынғы кітаптарды растаушы, әр нәрсені жеке түсіндіруші және иман келтірген ел үшін тура жол әрі мейірім деді. Аллах тағала адам баласы жаратылғаннан бері өте көп пайғамбарларды жіберді. Елшілер мен пайғамбарлар үздіксіз бірінің артынан бірі келіп отырды. Тіпті Исраил ұрпақтарында бір пайғамбар дүниеден өтсе, артынан басқа біреуі келіп тұрған. Адамзат тура жолдан ауытқыған сайын, Аллах тағала оларды адасудан құтқарып, тура ақиқат жолына бағыттау үшін кейде бір мезгілде 3-4 пайғамбар мен елші жіберді. Олар қауымдарын Аллахқа шақыру жолында көп қиындықтар көрді. Бірақ күш қайрат жұмсап, өз жолауларын Аллахтың әміріне сәйкес жеткізу үшін шыдамдылық көрсетті. Олардың келгендері хақ әрі олар адамзат үшін аса қажет болды. Өйткені Аллах тағала қиямет күні адамдар өзіне біздің бұдан хабарымыз жоқ еді деп айтпаулары үшін оларды ескертушісіз қалдырмаған. Бұл қиссалар өзінің ақиқаттығымен ерекшеленеді. Олар қиял туындысы емес, әрі оқиғалар шынымен жер бетінде орын алған. Адамзат әрқилы тарихи кезеңдерде оларды бастарынан өткерген. Сондай-ақ бұл қиссалар өзінің маңыздылығымен, ғибраттылығымен, уақыт өткізуге арналған хикаялар еместігімен де ерекшеленеді. Қиссалар да біз тура жолмен жүріп, пайғамбарларға еруіміз үшін және алдыңғы пайғамбарлардың үмбеттері жіберген қателіктерді қайталамауымыз үшін терең мағыналар мен өнеге ғибраттар қамтылған. Егер біз ондағы оқиғаларға ой жүгіртсек, пайғамбарлар төңірегінде сөз қозғайтын қиссалардың адамзат тарихының бел қазығы екенін түсінеміз. Рас, адамзат тарихында және оның сілемін өзгертуде талай патшалар мен қолбасшылардың өзіндік орындары бар. Бірақ адамзат тарихы іргетасының қалануында елшілер мен пайғамбарлардың рөлі және олардың қалдырған іздер әлде қайда зор. Пайғамбарлар тарихынан хабарсыз жан адамзат тарихына да тереңдеп еніп түсіне алмайды. Осы күнге дейін бұл әлемде жалғасып келе жатқан нәрсе ол жалған мен ақиқат арасындағы және пайғамбарлардың ізбасарлары мен олардың дұшпандары арасындағы күрес. Сондай-ақ пайғамбарлар қиссасын білмеген Құранды да дұрыс ұға алмайды. Өйткені Құранда пайғамбарлар туралы әңгімелейтін қаншама аяттар бар. Егер оқиғаның барысын білмесең, мағынасын ұғуда көптеген қателіктер жіберуің мүмкін. Құранда Адам алейхиссалам қанша рет айтылады? Нұх пайғамбар алейхиссалам ше? Ал Исраил ұрпақтары және Фирғауынға қатысты оқиғаларға неше рет тоқталған? Мұсаның қиссасы Құранда 70-тен астам орында әңгіме етілген, ал олардың әрқайсысы бірнеше аяттарды қамтыған. Сондай-ақ қанша сүре пайғамбарлардың атымен аталған. Міне, осылай пайғамбарлар қиссасын білмеген кісі Құранның басым бөлігінің мағынасынан тыс қалып қояды. Ислам ғұламаларының пікірінше, пайғамбарлар қиссасы Құранның 1/3 бөлігін құрайды. Сонымен қатар біз бұл қиссаларды Аллахқа шақыру жолындағы дауат әдісін үйрену мақсатында ұсынамыз. Әлбетте біз әрдайым ізгілікке шақырып, жамандықтан жеріндіретін Аллахтың ақ, адал дініне шақырушылар қатарында болуды
қалаймыз. Бұл жолда бізге ұсынатын бір үлгі өнеге қажет. Әрине, ең үлкен өнеге ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болып табылады. Аллах тағала расында сендер үшін Аллах елшісінде көркем өнеге бар деген. Ол пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам соң өнеге тұтатын адамдар басқа елшілер мен пайғамбарлар. Оларға да Аллахтың мейірім шапағаты болғай. Әрине, біз үшін үлкен сахабалар мен ізгі адамдар да үлгі, өнеге болып табылады. Бірақ олар пайғамбарлар мен елшілерден кейінгі сатыда тұрады. Ұлы сахабалардың дәрежесі қаншама биік болса да, олардың мәртебесі пайғамбарларға жетпейді. Сонымен пайғамбарлардың қиссасы біздерге Құран мен пайғамбарларымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистер жинағы және көне тарихи кітаптар арқылы жетті. Біз бұл еңбегімізде Ибн Касирдің Қисасул Әнбия және Әл-Бидая уән Нихая кітаптарын пайдаландық. Бұл қиссаларды әңгімелеуде төмендегідей ұстанымдарды басшылыққа алуды жөн көрдік. Бірінші, бір пайғамбардың қиссасына қатысты аяттарды сол пайғамбардың өмірбаянына қарай реттеуге тырыстық. 2. Хадистерді қайнар көзінен тексеріп, барынша сахих хадистерге сүйеніп, дағиф, әлсіз хадистерді мүмкіндігінше келтірмеуге күш салдық. Кейбір көлемді хадистерді сөзбе-сөз емес, оқырманға ұғынықты, жеңіл болу үшін мағыналық түсіндірмес арқылы тәржімеледік. 3. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Исраил ұрпақтарынан тарихи деректерді әңгімелей беріңдер, бірақ өтірікке де шығармаңдар, шындыққа да баламаңдар деген хадисіне жүгініп, Ибн Аббас сияқты үлкен тәпсіршілердің исраилдіктерден келтірген мәліметтерін қосымша пайда алу үшін келтірдік. 4. Әр қиссадан кейін өнеге алар іс-әрекеттерді мүмкіндігінше атап көрсеттік. 5. Пайғамбарымыз Мұхаммед аталған кезде әрбір мұсылман саллаллаху алейхи уассалам оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын деп тілек дұға айтуы керек. Біз оны САС деп ықшамдалған түрде бердік. Пайғамбарлардың бірінің есімі аталғанда алейхиссалам оған сәлем болсын деген тілек дұға айтылуы тиіс. Елшілердің аттары өте көп кездесетіндіктен әр қиссаның басында және тақырыпшыларда ғана оларға тілек дұға жазып, олардың мәтінде кездесетін есімдеріне дұға айтуды оқырманның елшісіне қалдырамыз. Аллах тағала бізге пайғамбарлар тарихынан өнеге алуды және оған лайықты өмір сүруді жазсын.